Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін сүттен өте дәмді, жасалу жолы оңай, осындай биік болып шығатын бисквитті жасаймыз, қыздар. Бұл бисквиттің маған бір ұнайтыны, дүкеннен еш нәрсені алмай, үйдегі бар құраммен жасауға болады. Алдымен бізге 3,2% сүт керек. Кез келген сүтті пайдалануға болады, үйдің, дүкендікі, қыздар. Одан кейін бұл сүтке енді сары майды салып, жақсылатып барлығын ертіп алатын боламыз. Енді біздің масса ергенше келесі жұмыртқа мен қантымызды жақсылап шайқаймыз. Яғни бізге 3 жұмыртқа мен қант керек. Біздің масса кәдімгідей 2 есеге дейін ұлғаюы керек. Бір 4-5 минуттай қыздар жақсылап осылай шайқаймыз. Оған дейін сүттегі жаңағы сары майда ериді. Оны бірінші жұмыртқалы массаға қоспас бұрын оны да жақсылатып суытып алатын боламыз. Яғни сүтті қайнатпаймыз, тек қана сүттегі сары май ерігенше газдың астына қоятын боламыз. Видеоның описание бөліміне барлық құрамдарын жазып қалдырамын. Мінеки барлығын осылай араластырдық. Біздің жұмыртқалы масса осылай әппақ болып, өзінің көлемін 2 есеге ұлғайтады. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. YouTube каналымда аптасына 3 рет жаңа рецептер шығып тұрады. Мінеки біздің сары майда еріді. Енді жұмыртқалы массаға сүт пен сары майды қосып, венчиктің көмегімен барлығын жақсылатып араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізу керек. Мен алдын ала өткіздім, және де 1 шай қасық толған осындай қопсытқышты, яғни разрыхлительді қосатын боламыз. Барлығын астынан үстіне қарай осылай араластырамыз. 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Негізі бисквит жасаған кезде пешті алдын ала 15 минут қыздырып алған жақсы. Сол кезде сіздің бисквитіңіз әдемі болып көтеріледі. Мінеки жақсылатып, енді түйіршіктері кеткенше, біртекті масса болғанша барлығын араластырамыз. Қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес, консистенциясы орташа, осындай бізде қамыр пайда болады. Диаметрі 20-23 сантиметр болатын, енді формаға құямыз. Биік болғанын қаласаңыз 20 сантиметрге құйсаңыз болады, ал 23-те сәл аласа болып шығуы мүмкін. Енді біздің пирог, яғни бисквит піскенше арасына құятын заливкасын жасаймыз. Ол үшін тағы да осы 3,2% сүтке өзіңізге ұнайтын кез келген сгущенканы араластырып құясыз. Негізі сгущенкадан сұйық тау вареный сгущенканы пайдаланған жақсы екен, қыздар. 35-40 минутта мінеки бисквит дайын болды. Шпажканың көмегімен осылай бірнеше жерінен тесіктерін жасап, ең соңында сүтті массамызды, яғни вареный сгущенкамен сүтті массамызды осылай құйып, 1-2 сағаттай пропиткаға алып қоямыз. Бетін әртүрлі етіп әрлесеңіз болады. Грецкий орех себуге болады. Немесе дәл осылай күйінде де ұсынсаңыздар болады, қыздар. Бірақ міндетті түрде кем дегенде 1 сағаттай бұл пропиткада тұру керек. Мінеки біздің бисквитіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің YouTube каналымда тағы да қандай рецептерді көргіңіз келеді, комментарияға жаза кетсеңіз, келесіде мен сіз ұсынған рецептерді түсіруге тырысамын. Сонымен қатар мені Instagram парақшасына да тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.